Бүгін Ақтөбеге 2 күндік жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев келді. Өкімет басшысы алдымен облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың бастауымен Greenhouse Қазақстан серіктестігінің жылыжай кешенін аралап көрді. Жалпы аумағы 9,5 гектарды құрайтын кешеннің құрылысына 5 миллиард 740 мың теңге жұмсалған және биыл іске қосылады. Толығырақ Серік Әбдібек айтып береді. Үкімет басшысына алдымен Ақтөбе облысының агроөндірістік кешеніндегі басты жетістіктері таныстырылды. Жергілікті тауар өндірушілердің өнімдерінен құралған көрме алдында Бақытжан Сағынтаевқа біздің облыстың ауыл шаруашылығы саласындағы мүмкіндіктері туралы ақпарат беріліп, азық-түлік қауіпсіздігін қалыптастыруға байланысты мәліметтер айтылды. Мәселен, Ақтөбе облысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлікпен өз-өзімізді қамту деңгейі 70%-ға жеткен және мүмкіндіктер мұнымен шектелмейді. Елбасы тапсырмасына байланысты өзімізді азық-түлікпен қамтамасыз ету мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылды. Атап айтар болсақ, міне әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 70%-ға біз қазір қамтып отырмыз. Жылыжай кешені голландық технология бойынша салынған Қазагроқаржы акционерлік қоғамының қолдауымен үдемелі индустриялық инновациялық бағдарлама аясында қаржыландырылған. Жоба аясында 150 адам жұмысқа тартылып, жылына ішкі және сыртқы нарыққа 6500 тонна қияр мен қызанақты шығаруға қауқарлы. Әлемде инновациялық әлеуеті бойынша саусақпен санарлық жобалардың бірі Ақтөбе облысында жүзеге асқандығы үкімет басшысының көңілінен шықты. Мұнда энергия үнемдеу мақсатында 6 мегаватт энергия өндіретін кешен де бар. Біздің жылыжайымыз әлем бойынша қарасаңыздар, дәл осындай технологияны пайдаланатын тек қана 200 гектардай жылыжай әлем бойынша бар. Сол 200 гектардың ішіндегі 10 гектары осы Ақтөбе қаласында іске қосылып жатыр. Айырмашылығы бұл біздің жылыжайымыз 5-ші поколение деп айтамыз. Айырмашылығы осы біз жазы қысы климатымызды бір деңгейде ұстай аламыз. Жылыжай кешеніндегі жуырда жиналатын алғашқы өнімдерді көзімен көріп, оң бағасын берген премьер-министр ауыл шаруашылығы құрылымдарының басшыларымен де тілдесті. Елбасы жолдауындағы басым бағыттарды түсіндіріп, агроөнеркәсіп кешенді дамытуға байланысты мемлекеттің ұстанған бағыты мен мүддесі жайында сөз етті. Бірінші кезекте өзіміз тамақпен қамтамасыз етуіміз керек. Сіздердің облыстарда 5 түр өнім көрсетіп тұр, жетпейді. Оны да жасауға болады. Негізі бізде национальный продуктовая безопасность. Сонда 80%-ын сол мемлекет өзі шығаратын болса, онда ол тамақтың түрінен ешқандай проблема болмайды. Көріп отырмыз, көп дүниелер жасалып отырған ауыл шаруашылығында. Бұл индустриалды өңір болғанның өзінде де потенциалы өте жоғары. Үкімет басшысының Ақтөбе облысына жұмыс сапары ертеңде жалғасып, Ақтөбе қаласындағы бірқатар нысандардың жұмысымен танысады. Сонымен қатар әлеуметтік экономикалық салалар бойынша бірнеше жиын жоспарланған. Серік Әбдібек, Самат Қаликенов, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.